сабақтың жаңа тақырыбы, біздегі сабақтың тақырыбы экологиялық жағдай болып табылады. Осы недегі біз бір оқушы тұрып, осыны маған түсініп берсе. Дерс, өзің тұрып түсініп жүрсің, көрінбейді бұны. Жалпы былай бөлінейік, бұл жерде сіздер қазір 3 топқа бөлінесіздер. Мына жақта сары түстері олар атмосфера, екіншісі гидросфера, үшінші биосфера болып үшке бөлінесіздер. 3 топқа. Қазір сіздерге тасымайды. Осы бойынша 3 топ өзара осы тасымайды 3 топ дайындалыңыздар. Қазір оны түсіретін болады. Мысалы бірінші топқа Қазақстанның табиғи қандай әсер беретіні туралы айтамыз. Осы ауа бізге өте қымбат байлық деп санаймын, себебі ол біздің денсаулығына тікелей әсер етеді. Егер де біз таза ауамен демалмасақ, біздің денсаулығымыз нашара бастайды. Біздің дене мүшелеріміз зияндала бастап, бізде әртүрлі аурулар пайда бола алады. Жалпы оған мысал ретінде айтатын болсақ, Екінші топ, бірінші топ қайсысы дайын ал? жалпы табиғи қорғау дегеніміз бұл бізді қоршаған ортаның, қоғамның материалдық жағдайын қамтамасыз ету үшін жасалатын түрлі өндірісте қолданатын жағдайлар болып табылады. Дүние жүзін алатын болсақ, табиғи қорларға біз Аргентинадағы Упсала мұздығы, мұхитта және де дүние жүзі бойынша қазіргі кезде сақталып жүрген орманды және тропикалық ормандарды жатқызуға болады. Ал Қазақстанда олардың топтарға беретін болсақ, бұл су қорлары, климат қорлары және де тағы басқа осы қоршаған ортаны, табиғатты, ормандарды сақтау үшін өндірісте қолданатын табиғи қорлар болып табылады. Тіршілік ортасы экологиялық жағдайы қалған қалаларға қарағанда өте нашар. Себебі Алматыда көптеген зауыттар бар және сол зауыттар қоршаған ортаны ластап, ауаны ластайды. Үстіге көтеріп та әдемі таудың көрінісін бізге көрсетіп жауып тастаған. Осы туториал біздің Инстаграмға салынды, бүкіл ғаламторға салынған болатын. Бір іс-шара қолдану керек бізге айтылды. Бірақ ол сол күйінде қалып қойды. Яғни оны жүзеге асыратын не жоқ, тек қана халықтың қолы жиналғанның өзінде де халықтың қолы ол неде ұзаққа барған жоқ. Сол үшін мысалға келешек үшін, ұрпақ үшін, табиғат үшін, өзіміз үшін